Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 5-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың жаңа тақырыбы сұхбаттасу мәдениеті. Балалар, сендерге қандай тақырыпта сұхбаттасқан ұнайды? Негізгі кездесу кезіндегі амандасу, кетерде қоштасуды, қуаныш сәттеріндегі құттықтау әдептерін білесіңдер ме? Осы сұрақтарға WhatsApp желісі арқылы кері байланыс жасап жауап беретін боласыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты әртүрлі ресурс көздерінен қажетті ақпараттарды алу. Энциклопедиялар мен балаларға арналған газет, журналдардан қажетті ақпараттарды ала білуді үйренеміз. Ендеше, қолжетімді ресурс көздері ол біздерге ең алдымен өзіміздің күнделікті барып жүрген мектебіміздегі кітапхана болып табылады екен. Бірақ қазір карантинге байланысты ол кітапханаларымыз онлайн режимде жұмыс жасап жатыр. Google желісіне жазсаңдар, онлайн арқылы жасап жатқан кітапханалар сайттары өте көп. Сендер сол сайттарға кіріп, ішінен өздеріңе қандай ұнайтын газет, журналдар болсын, әдеби көркем шығармалар болсын іздеп, қолжетімді түрде таба аласыңдар. Мысал ретінде сендерге бір ссылканы ашып көрсетейін, яғни өздеріңе ұнайтын көркем шығарманы іздеу үшін оқулық кезет деген порталды ұсынып отырмын. Бұл порталмен қалай жұмыс жасау керек екенін мына видео сілтеме арқылы түсініп алсаңдар болады. Сәлем, менің құрметті, сүйікті оқушыларым. Сендерге бүгін оқулық кезет порталымен дұрыс жұмыс жасауды үйрететін боламын. Оқулық кезет порталын іздеу үшін біз Google-ға кіреміз. Google-ға оқулық.kz деп жазамыз. Іздейміз. Осы жерде тұрған бірінші ссылка қажет емес. Сендер ссылка не екенін білесіңдер, бесіншісінің оқушылар. Екінші ссылка, яғни www.оқулық.kz порталы. Осы ссылканы бассаңдар, ол сайтымыздың негізгі профилі шығады. Мысалы, бізге қазақ тілі оқулығы қажет делік. Өзіміздің күнделікті оқып жүрген қазақ тілі оқулығын қажет деп санасақ, мына жерде қазақ тілі деген батырманы басамыз. Сосын бұл бізден сыныпты сұрайды. Нешінші сыныптың қазақ тілі керек? Бізге 5-ші сыныптың қазақ тілі керек. Оның ішінде бізге өзіміз оқып жүрген Жанат Дәулетбекова апайымыздың құрастырған қазақ тілін алу үшін міне мынау сары кітап. Осы сары кітаптың үстін басамыз. Өзіміздің бұл кітап туралы толық ақпарат шығады, қай жылы жарыққа шықты, қай баспаханадан жарыққа шықты біле аламыз. Енді осыны скачать деп басамыз, яғни өзіміздің телефонымызға жүктеп аламыз. Міне, төресін сүрсеңдер көріне ме балалар? Кітабымыз автоматты түрде жүктеліп жатыр. Қазір жүктеліп болған кейін. Енді осы кітапты сендер өздеріңнің жұмыс үстелдеріне қойып қойсаңдар болады, яғни кез келген кезде қолжетімді болады. Міне, ашсаңдар Дәулетбекова апайымыздың қазақ тілі сыныбы. Қазақ тілі сыныбына арналған оқулығы 5-ші сыныптарға. Міне, көрдіңдер ме? Қолымыздағы оқулықтан ешқандай айырмашылығы жоқ. Міне, дәл осылай балалар, сендер өздеріңе қажетті кез келген көркем шығармаларды, дидактикалық шығармаларды, жазба шығармаларды, журналдарды осы оқулық кезет порталы арқылы іздеп, тауып, телефондарыңа жүктеп ала аласыңдар. Ал видео сілтемем сендерге түсінікті болатын болса, келесі біздің бүгінгі екінші амандасу әдебі, яғни сұхбаттасу әдебі деген тақырыбымызға оралатын болсақ, ең алдымен балалар біз кез келген жүрген жерімізде адамдармен дұрыс амандаса білуіміз керек. Ендеше, сендер өздеріңе қажетті кітапты алу барысында, сендер кітапханашы апайлармен
дұрыс жұмыс жасай алуларыңды сұраймын. Ол үшін сендерге мынандай бір ереже ұсынбақпын. Яғни кітапханадағы кітапханашы апайлармен дұрыс сұхбаттасу әдебі. Ең алдымен кітапханаға кіргенде апайлармен амандасамыз. Одан кейін көзімізді жан-жақтағы сөредегі жаңа түскен оқулықтармен назарымызды бөліп, соларды бір қарап шығамыз. Себебі кітапханадағы апайларымыз сендер үшін күнделікті оқулық сөресін жаңартып, әртүрлі оқулықтарды алып келіп, сол жерге қойып қояды. Одан кейін өзіңе қажетті кітаптың аты мен авторы жайлы кітапханашы апайларға дұрыс ақпарат бере алуларың керексіңдер. Мысалы, кейбір оқушылар бар, кітапханаға барады да: апай, мен білмей тұрмын, қандай кітап еді деп ұмытады да тұрады. Сондықтан кітапханаға бармас бұрын өзіңе қандай оқулық керек, ол оқулықтың авторы кім, осының бәрін діптеп тұрып кітапханашыға жеткізетін болсаңдар, бұл сұхбаттасудың әдеби түрі болып табылады. Одан кейін ол кісі сендерге кітабын тауып берген соң, ол кітапханашының сендерге жақсы қызмет көрсеткеніне өздеріңнің ілтипаттарыңды білдіріп, рахметтеріңді айтып, дұрыс қоштаса білулерің керексіңдер. Балалар, біз әр қазақ тіл сабағында жаңа тілдік бағдарлармен таныс боламыз. Біз бүгінгі сабағымызда жаңа тілдік бағдармен таныспаймыз, алдыңғы тілдік бағдарды қайталайтын боламыз. Себебі көпшіліктерің дұрыс түсінбей қалған жағдайларың бар екен. Енді сендерге мен үндестік заңындағы ықпал түрлерін қайта түсіндіріп, ажыратып берейін. Балалар, бізде ықпалдың 3 түрі бар. Олар ілгеріңкі ықпал, кейінгі ықпал және тоғыспалы ықпал. Ілгеріңкі ықпал дегенде, мысалы, бір сөзді алатын болсаңдар, ол жердегі сөздің ішіндегі алдыңғы тұрған дыбыстың кейінгі дыбысқа әсер етіп, өзіне ұқсатып алуын айтамыз. Мысалға, мына сөзді бердім сендерге: қашса. Қашса деген, біреуден қашып бара жатса деген сияқты сөз ғой. Қашса сөзін біз дыбыстап айтқан кезде, оны біз қашса деп айтамыз. Біз қашса дегенде тез айтсаңдар, қашса деп оқылады. Міне осыны біз ілгеріңкі ықпал түріне жатқызамыз. Ал кейінгі ықпал дегеніміз сөз бен қосымша немесе сөз бен сөздің арасындағы кейінгі дыбыстардың өзінің алдында тұрған дыбысқа әсер етуін айтамыз. Мысалы, сендерге боз жан деген сөзді бердім. Осы жердегі з әріпі осы жердегі ж әріпі з әріпін ж қылып айтқызып тұр. Яғни біз боз жан деген сөзді айтқан кезде, балалар, боз жан деп айтқандай боламыз. Боз жан емес, боз жан. Демек, осы ж әріпіміз біздің з әріпіне өзінің ықпалын тигізіп, оның айтылу түрін өзгертіп тұр. Ал тоғыспалы ықпал дегеніміз қатар тұрған екі дыбыстың бір-біріне деген ықпал етуін айтамыз. Мысалға, тас жол деген. Бұл жерде с мен ж бір-біріне әсер етіп, айтылған кезде тас жол деп айтылды. Біз мысалы тезірек оқыған кезде осы сөзді тас жол деп біреуге айтсаң, оған естілгенде тас жол деп естіледі. Міне осы ықпалдың түрін біз тоғыспалы ықпал деп атайды екенбіз. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тыңдалым мәтіні оқып, осы жердегі негізгі сұрақтарға қазір жауап беретін боламыз. Ол үшін мәтінді бірге оқиық. Бір-бірімізді көргенде амандасамыз. Амандық саулық сұрасамыз, немесе бір-бірімізді құттықтап жатамыз. Сәлемдесудің тілімізде сан алуан түрлері бар. Тіл жұмсау дағдысына сәлеметсіз бе, аман-есенсіз бе, армысыз, сәлем бердік, ассалаумағалейкум, кеш жарық, тағы да басқа сөздер күн сайын қолданылады. Амандық сұрасу тұрмыста үзбей айтылатын, құлаққа жиі естілетін сөздеріміз.
бірақ бұлардағы мағыналық, стильдік, реңк олардың талғап таңдап өз орайында, өз орнына қолдануды қажет етеді. Мысалы, сәлеметсіз бе деп амандасу үлкен кішіге, таныс бейтанысқа қолданыла береді. Ал ассалаумағалейкум деп амандасуды ауылдағы кейбір жасы үлкен ақсақалдар ғана ұнатып тұрады. Рабиға Сыздық апайымыздың пікірінен үзінді. Дұрыс айтады, балалар. Амандасу ол бізде әдептіліктің бірінші белгісі. Кейбір кезде біз WhatsApp желісіндерде сендер қате амандасып жатасыңдар. Саламатсыз ба, апай? Жоқ, саламатсыз ба емес, сәлеметсіз бе, апай? Амандасудың өзінің әдептерін ұстану міндетті, балалар. Мына тапсырманы қазір жазбаша түрінде орындап, сынып жұмысына жазатын боламыз. Ал келесі тапсырманы үй жұмысы ретінде аламыз. Кері байланыс жасау үшін WhatsApp желісіне қосу белгісін қойып шығыңдар.